Елдер күні мерекесі қарсаңында алтын алқа, күміс алқа, бұрын батыр ана атағын алған, бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы орындарымен марапатталған. 4 және одан да көп бала тәрбиелеп отырған Абай облысындағы 19 мыңнан астам аналарға осы жылдың наурыз айының басында 15 мың теңге мөлшерінде бір жылғы материалдық төлем беріледі. Сонымен қатар Павлодар облысында көпбалалы аналар мен атаулы әлеуметтік көмек алушыларға 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде сыйақы қарастырылған. Сондай-ақ Қарағанды қаласының 7 мыңға жуық күміс алтын алқа егерлеріне де әкімдіктің қолдауы болады. Солтүстік Қазақстанда да әкімнің бұйрығына сәйкес белгілі бір санатқа кіретін 7600 әйелге 18 мың теңгеден 36 мың теңгеге дейін бір реттік төлем бар. Түркістан облысындағы шенеуніктерде 42250 көпбалалы анаға белгілі бір мөлшерде төлем жасайтын мәлімдеді. Шығыс Қазақстанның да алтын құрсақты аналарына да 15 мың теңге 7 наурызға дейін түсу керек дейді әкімдік.